Достар, сәлем. Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы сырники дайындайтын боламыз. Осы рецептмен дайындап көрсеңіздер болады, өте жұмсақ әрі дәмді болатынына кепілдік беремін. Ол үшін бізге сүзбе қажет болады. Біздің сүзбеміз өте құрғақ болуы керек. Егер де сүзбе құрғақ болмаса, біздің сырникиіміз қазір пісірген кезде бөлініп қалады. Осы сүзбеге 2 жұмыртқа саламыз. Егер де жұмыртқаларыңыз кішкентай болатын болса 2, ал егер де үлкен болатын болса 1 салып, жұмыртқаны сүзбеге қосып араластырамыз. Осы жұмыртқамызға 3 ас қасық қант саламыз. Қант салып болғаннан кейін блендермен араластырған өте жақсы болады. Сол кезде біздің қазір майға пісірген кезде сырникиіміз бір-біріне жақсы жабысатын болады. Олар үзіліп кетпеуіне жақсы әсер етеді. Блендермен араластырып болған соң біз 2 ас қасық ұн саламыз. Бұл ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз тағы да. Одан соң қолымызбен алып, осылай видеода көрсетілгендей кішкене қолымызға ұн жағып аламыз. Дөңгелек шарик жасаймыз. Сіздер оны сырникидің әртүрлі формасы болады. Мысалы биіктеу етіп жасасаңыздар да болады, немесе жұқа етіп жасасаңыздар болады. Маған осылай жұқа етіп жасаған ұнайды, сонда ортасы да барлығы жақсы болып піседі. Одан соң отқа табамызды қыздырып аламыз да сары май саламыз. Сары майды көп мөлшерде салып қажет емес. Егер де сары майымыздың мөлшері көп болып кететін болса, табадағы майымыз еріген соң сырникиді саламыз. Бетін қақпағымен жауып қоямыз. Бір жағы қызарғанша пісіреміз. Қызарғаннан кейін осылай шанышқымен алып, екінші жағына аударамыз. Осымен біздің үй жағдайында дайындалатын сырникиіміз дайын. Барлығыңызға ас болсын.